Ассалаумағалейкум, бірге мен блогер және бүгінгі бізде бір блог болатын болады. Біз жалғастырамыз. Алдыңғы видеода онлайн жинадыңыздар, енді жалғасын түсіретін боламын. Және де байқап тұрғандарыңыздай, мен енді бомжның ресурспен ойнап жатырмын. Бірақ мен қоспадым бомжның ресурспен. Өзі солай тұрды. В общем, достар, өзі солай тұрды, енді маған бәрібір сиырда баш. В общем, енді біз неменесінде өзі мына балтамен өлтірем ба ғой? Барар. В общем, алдыңғы видеода онлайн жинапсыздар, және мен жалғасын түсірем деп шештім. Менде өзі бар блок. В общем, жалғасын түсірем, мен блокты сындыра берем, ал сіздер өздеріңіз ускорениемен көре беріңіздер. Вот, достар, бізге тауық түсті. Енді тауықты керек болып қалады, пока что тамаққа, мыналарға. Ал біз жалғастырамыз. В общем, достар, мынау қой неге екен кетпей тұрып алды ғой, бар шығар. Ал бізге пока әлі қызықты ештеңе түсіп жатқан жоқ. В общем, достар, мыналар нервқа тиді ғой бір. Немене жабысып аласыңдар. В общем, мен жерді үлкейтейін. И бір үйіме өзіме жасап аларым. Пока что менде әлі төсек жоқ. Төсек керек болады. Төсек керек болады, достар. Енді, достар, мен чуть-чуть болсын жерді үлкейттім. Және мен жаңағына сохранить инвентарь қосып қойдым. Өйткені мына бір блокта бір баг болды. Алдында мен ойнағанда бір баг болған. Ол қазып атасың, астыға түсіп кетесің. Сондай баг. Және де сол баг болмасын деп мен шерстпа. В общем, достар, жаңа қара блок тыква екен, соны білдім. Және мен шешуім бойынша мынау бір қой маған келді, мешать ете берді, және оны құрбан айтуға соям деп. В общем, оны соям, жеп қоям. Жеп қоям, және шерстін алам. Ну, негіз бір жағынан не атып алу керек еді. Вот. Все, енді маған мешать ететін адам жоқ. Бар енді, бірақ олар маған мешать етіп жүрген жоқ. Ана қойын мен сындырып атсам келе береді. Ал, достар, мен жалғастыра берейін. Так, не болып кетті? Не көзің бақырайып қарап тұрасың? В общем, сіздерден лайк сұрап тұрмын. Достар, осы видеоға 5 или 10 лайк жинап кетіңіздерші. Және алдыңғы видеода 10 лайкты бір 2 күнде жинадыңыздар. Әдетте гопник нөмірі 10 лайкты бір күнде жинайды, яғни қызық деп ойлаймын. Көріп тұр, бірақ қатты қызық емес. Негізі өте қызық емес. Енді осыны бір бесем ақылым. Өйткені білмеймін енді, өзіме қызықсыз, сол үшін. Так. Достар, Борианды арнасына зыр келіп кетіңіздер. Ода да бір блок шықты, енді. Менде де бір блок шықты. В общем, достар, күн шықты, енді мен бар землядан естіп тастайын. В общем, достар, сундук шықты. Енді сундук шықты, ішін қарайық қазір. Енді кешіріңіздер. В общем, достар, мынаны қараңыздар. Телефон тауып алдым. Енді келесі серияда мен өзім жалғыз емес, бір Нурамен ба біреумен түсетін боламын. Может, Борямен түсірем. Және өзім жалғыз қызықсыз болады. Әсіресе бір блокта.
енді заттарын алайық. Так, біз ары қарай в общем, достар, меніңше мындайдың уже 56 екен да. Мен не істеу керектігін білмеймін. Және бұдан жерді үлкейте саламын. И маған өткен оқи емес. Егер білсеңіздер, неге комментарийға жазып кетіңіздер, келесіде қолданатын боламын. Сол. Пока что бірін жасап алайық. Енді болыңыздың ресурс бойымен бір түрлі оған қызық екен. Мынау қалай блокқа айналдырамыз? Қазір күтіңіздер. Так, достар. Достар, мен қалай блок шығу керектігін білдім. И осыдан енді блок шығарып жерді үлкейтейік. Так, менде 10 блок жетеді әлі. И осылай блок шығарып алайық. Видео ұзақ болмайды. Және де рахмет, зомби апокалипс сіздерге ұнады деп ойлаймын, өйткені уже онлайн жинапсыздар. Мен оны ары қарай деп аламын. Және де жалғыз емес. Осы видеода мен барлығын айттым. Негізі сіз кіммен? Енді видео ұнап жатса лайк басыңыздар, аннаға тіркелсеңіздер. Мен жерді үлкейте берейін. Осымен мен видеоны аяқтаймын деп шештім, жерімді үлкейттім. Бүгінгі серияда онша қатты қызық болмады, иә. Және де 5 лайк жинап кетіңіздер, ары қарай шығаратын боламын. 5 лайк, неге 5 лайк десеңіздер, өйткені мен үшін де, сіздер үшін де бұл қызық емес деп ойлаймын. И бұны 5 серия ма, 10 серия ма шығарамын. Ал сіздермен бірге болған мен блогер Есіп. Ал амандықты жүздескенше, давайте. Пока-пока, чао.